Ақжайықтың ақ кербезі, Оралда әнші термеші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Қалампыр Рахимованың 75 жылдығына арналған республикалық байқау өткізілді. Мақсат өнер иесінің шығармашылығын насихаттап, тұма таланттардың талабын шыңдау. Ауқымды шараны облыстық мәдениет, тілдерді дамыту және архивісі басқармасы мен Шыңғырлау ауданы әкімдігі бірлесіп ұйымдастырды. Тарқатып айтайық. Жезтаңдай әнші жұртшадында жаттаулы. Ол дәстүрлі өнерді әлем елдерінде дәріптеді. Аймақтарды аралап ыстық ықыласқа біленді. Жарқ етіп сөнген жарық жұлдыздың өнер жолын өскелең ұрпақ жалғап келеді. Осыған дейін ересектер арасында өткізіліп келген байқаудың бір ерекшелігі биыл 13 пен 16 жас аралығындағы өнерпаздар қатысты. Үміткерлер 3 кезең бойынша бақ сынады. Байқаудың іріктеу кезеңінде қатысушылар 3 өлеңнен айтып шығу керек. Бұлар енді жаңағы Қалампыр Рахимованың репертуарындағы әндер. Көбінесе мына Қалампыр Рахимовна дәстүрлі ән өкілі болғаннан кейін бұл кісі Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті. Ғарифолла Құрманғалиевтің әні бар, Мұхиттың әні бар. Жалпы мына батыс ән өкілдерінің әндерін орындап шығулары тиісті. Байқауға ел аймақтары мен өңір аудандарынан келген 18 үміткер қатысты. Сыр елі, жыр елі. Қызылорда облысынан 2 бірдей үміткер келіпті. Өнерпаздардың осалы жоқ, бәрі де болашағынан зор үміт күттіреді дейді қос шәкірттің ұстазы. Мен Арал ауданы Жыраулар үйінен келіп отырмын. Бүгінгі байқау өз дәрежесінде керемет ұйымдастырылуда өтіп жатыр. Оқушыларымызға сәттілік берсін, Ғарифолла ағамыздың әруағы қолдай жүрсін. Жас шәкірттеріміздің барлығы бірінен бір өтіп тұрған керемет таланттар. Дәстүрлі өнеріміз болашағы жарқын болсын, жарқырай берсін, жұлдыздары жана берсін жас шәкірттеріміздің. Астаналық Ақбота Ерланқызы Қазақ ұлттық өнер академиясының 2-ші курс студенті. Ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Елшібаеваның төл шәкірті. Бұрынды байқауға тыңғылықты дайындалған. Бұл байқаудың болатынын өзімнің Ақтөбе қаласындағы ұстазым Әділбек Сарин ағайымнан білдім. Ол кісі маған июль айында ескертіп айтты, шілде айында. Кейбіреулері жаңағы жаз айында демалып, сондай демалысқа кетіп жатса, мен ол демалысқа қарамай, жаңағы дайындалып, әндерімді реттеп, жаңағы қолымды жүргізіп, солай жасадым. Жас таланттар сахнаның шырайын келтірді. Тыңдарманның құлақ құршын қандырып, ерекше әсер сыйлады. Балалардың деңгейі өте жақсы болды. Кейде қиналған кездеріміз де болды. Барлығы тең түсіп жатқан. Сонымен жаңағы майдан қыл суырғандай барлығына ренжітпей бердік. Жалпы байқау өте жақсы өтті. Қалампыр апамыздың әншілігі, термешілігі, жалпы сахнада жүрген еңбегі өте жақсы насихатталды деп ойлаймын. Қазылар алқасының шешімімен Қазталовтық Аяжан Елемес байқаудың бас жүлдегері атанды. Шыңғырлаулық Сұлужан Зәдігер бірінші орынға ие болды. 2 айдай дайындалдым Қалампыр Рахимованың конкурсына. Себебі өйткені Қалампыр Рахимова менің жерлесім болғандықтан, Алмаз ауылынан болғандықтан, Қалампыр Рахимовадан кейінгі ізді жалғастырушы мен боламын. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге дипломдар мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Қатысушылар байқаудан құралақан қайтқан жоқ. Барлығына лайықты сый құрмет көрсетілді. Ернұр Күнама, Қалыбек Ақырап, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.